Сондықтан да тізім белгілі болған кейін сөйлейтін адам жақ, оң жақ, сол жақ болып отыр ғой. Дайын болып тұрса, соны іздеп отырмай залдан. Мына біздің қызметкерлерге өтініш. Мына сол жаққа дайын болу керек. Мына кісіден кейін сөйлейтін мына жақтағы адам дайын болып тұрса, қазір микрофон соған беру керек міне. Ат жөнін айтасыз, біраз микрофонды бересіз. Атырау өңірінен қош келіп жатсыздар. Жер комиссиясы. Аты жөнім Ринат Рабхат, Атырау облысының Құрманғазы ауданының тұрғылықты азаматымын. Бірінші себептен сіздер осы жерге келулеріңізге себеп жаңада айтып кетті. Бұл Атыраудан орын алған бейбіт митингтен басталып, содан сіздер осы жерге жиналып, өңір-өңірді аралауға сол себепші болды біріншіден. Екіншіден, жер сатылмасын, шетелдіктерге жалға берілмесін деген ұстаным. Бұл шынымен де еліміздің жерден басқа ештеңе қалған жоқ басататын. Әлде мүмкін комиссияны соза бермей нақты шешім шығарып, жер халыққа қайтарылсын, шетелдіктерге жалға берілмесін және сатылмасын да. Қазақстан азаматтарына да солай. Сосын айтайын дегенім, мына жаңағы бейбіт митингте сөйлеген 6-7 мың адамның алдына шығып, олардың тілектерін билікке жеткізгісі келген Макс Бухаев пен Талғат Аянды. Ол жерде өзімде болдым сол митингте. Олардың бейбіт түрде қалалық прокурор болды, облыс әкімі болды, қалалық әкім болды. Солардың өзінше ешқандай бір тал гүлде сынған жоқ. Ал енді келіп алып, ол адамдарды қылмыскер деп, үстерінен қылмыстық іс қозғалып түрмеде жатыр. Жақында өткен, Алматыда өткен апатты жағдай. Ол бәлең адамның қанын жүктеген қылмыскер. Ал енді халықтың тілегін билікке жеткізу мақсатында сөз сөйлеген адам қылмыскер бола ма? Сол екеуін салыстырып көрейік. Ол жігіттер болмаса, мындай комиссия мүшесі болмас еді. Рахмет, айтатын сөзіміз. Сол жақ. Б секторы. Сол жақ түсінбейтініз, сонда Б секторы. Келесі сөз кезегі Зубираев Зейнхан ағамызға беріледі.